Сіз білесіз бе, бақыланбайтын қан қысымы Үндістан сияқты елдерде өте кең таралған мәселе болып табылады. Және біз шын мәнінде бақыланбайтын қан қысымының жаһандық астанасымыз. Бақыланбайтын қан қысымы бар науқастар ұзақ мерзімде жүрек талмасы, инсульт, бүйрек мәселелеріне шалдығу қаупі жоғары. Бізде бар. Жаңа технологиялардың арқасында бақыланбайтын қан қысымын емдеуге арналған жаңа құрылғылар бар. Әсіресе бірнеше дәрі-дәрмек қабылдағанына қарамастан қан қысымы бақыланбайтын және ұзақ мерзімде кейбір дәрілерді қабылдай алмайтын науқастар үшін. Егер сіз дәрі-дәрмек қабылдап жүрсеңіз, бірақ қан қысымы әлі де бақыланбайтын болса, немесе кейбір дәрілердің жанама әсерлеріне байланысты оларды көтере алмасаңыз, онда бұл сізге арналған процедура, ол бүйрек денервациясы деп аталады. Бұл бақыланбайтын қан қысымына арналған жаңа қарапайым коучсыз процедура. Бұл өте қарапайым жергілікті анестезиямен жасалатын процедура. Оны интервенциялық кардиолог шап арқылы кішкентай тесік арқылы орындайды. Бүйрек артериялары радиожиілік абляциясы арқылы нысанаға алынады. Ол катетер деп аталатын кішкентай түтік арқылы жергілікті анестезиямен жасалады. Процедураның өзі шамамен 40-45 минут уақыт алады және науқас 24 сағат ішінде шығарыла алады. Деректер. Бұл процедураны орындау арқылы ұзақ мерзімде қан қысымының айтарлықтай төмендейтінін көрсетті. Әсіресе жанама әсерлеріне байланысты дәрі-дәрмектерді қабылдай алмайтын науқастар дәрі-дәрмектер санын азайта алады. Бұл процедураны орындау арқылы жүрек талмасы, инсульт сияқты болашақ қауіптерден өте қауіпсіз түрде аздаған асқынулармен аулақ боласыз, және бұл процедурадан айтарлықтай үлкен асқынулар болмайды. Науқас 24 сағат ішінде ауруханадан шыға алады.